Нан қымбаттады. Ас атасының құны 155-160 теңгеге жетті. Ерен еңбек иелері еленді. Мерекеге орай Балқаш Байыту фабрикасының қызметкерлері салтанатты түрде марапатталды. Балқашта нан бағасы қымбаттады. Дүкендерде ас атасының құны тағы 20-25 теңгеге көтерілген. Яғни дүкен сөрелерінде 155-160 теңгеден тұр. Ал өндірушілер болса бұл қадамға амалсыздан барып отырғандарын айтуда. Біз бүгінгі күні нан мен және нан өнімдеріне бағаны көтеріп отырған себептеріміз біріншіден ол шикізат өнімінің қымбаттауы, екіншіден энергия тасымалдаушылардың баға көтеруіне байланысты. Осы шілде айынан бастап бізге жаңағы энергия қуатын 2,5 есеге көбейтті. Сол себептен біз нан және нан өнімдеріне баға қосуға мәжбүр болып отырмыз. Себебі біз жаңағы өзіміздің шығынымызды жаба алмай отырмыз. Егер ескі бағаны қалдырсақ, сол себептен біз өз өнімдерімізге баға көтердік. Айта кету керек, әлеуметтік нанның бағасы бұрынғыша бір бөлке үшін 105 теңгеден болып қала бермек. Бірінші сұрыпты нан жасалатын нан көтерме сатып алушыларға тікелей наубайхана аумағында 100 теңгеден сатылмақ. Балқаш көлінен 4000 метр заңсыз балық аулау торлары анықталды. Аталмыш заң бұзушылықты Балқаш балық инспекциясы мен Саюшкин қорықшылық қызметінің мамандары рейд барысында анықтаған. Шұбартөбек елді мекенінің 48-ші учаскесінен қолдануға рұқсат етілмейтін Қытай торлары табылған. Рейд жұмыстарына 4 адам мен 1 катер жұмылдырылған. Балқаш балық инспекциясының мамандары Қазақстан Республикасының балық аулау ережесін бұзу фактілерін анықтау мақсатында рейд жүргізуді жалғастыра бермек. 17 августа 2022 года Балқаш балық инспекция бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп Шұбартөбектің 47-48 учаскелерінде тексеріс жүргіздік. Рейд жүргізу барысында 4000 метр заңсыз балық аулау торларын тауып, оны белсенділердің көмегімен жағаға шығардық. Торды полигонға апарып өртеп жібердік. Бірінші қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жариялайды. Осыған дейін президент жолдауы 16 наурызда жарияланған болатын. Алдағы жолдаудың негізгі бөлігі еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты болмақ. Еске сала кетейік, 25 тамызда Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасының парламенті палаталарының бірлескен отырысына шақыру туралы өкімге қол қойған болатын. Бірлескен отырыс 1 қыркүйекте сағат 11:00-де Елордада өтеді. Әлихан Ермеков атындағы номері 17-ші мектеп-лицейінің жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Жұмыстар 7 маусымда басталған. Білім беру ошағына жөндеу жасау үшін Ұлытау білім беру қоры 300 миллион теңгеден астам қаражат, ал жергілікті бюджет 76 миллион теңге бөлген. Бүгінде оқу мекемесінің едендері мен қабырғалары тегістеліп, линолеум төселген. Электр сымдарын жаңадан тартып, спорт залын демонтаждан өткізген. Сондай-ақ өрт қауіпсіздік жүйесі, дыбыстық дабыл, бейне бақылау камералары іске қосылған. В рамках институциональной аккредитации мектеп-лицейдегі жөндеу жұмыстары институционалдық аккредиттеу аясында жүргізілуде. Жөндеу жұмыстарын Қазақмыс корпорациясының қайырымдылық қоры жүзеге асыруда. Қазір жөндеу жұмыстары 98%-ға орындалды деп айта аламыз. Аз ғана дүниелер қалды. Құрал жабдықтар, оқушыларға арналған демалыс орындары жақын арада жеткізіледі. Дүйсенбі күні мектебіміз 1 қыркүйекте қадам басатын балаларды қарсы алуға дайын болмақ. Біз оқушыларымызды заманауи, жайлы және жаңа мектепте қабылдайтындығымызға қуаныштымыз. Шыңыраудан кен шығарып, оны байытып, еліміздің байлығын шалқытып жатқан кеншілер мен байытушылардың еңбек ерен. Мерекеге орай Балқаш Байыту фабрикасының қызметкерлері салтанатты түрде марапатталды. Мамандық иелерін Байыту фабрикасының басшысы Ғазиз Мұхтаров салтанатты түрде құттықтады. Ең бірінші денсаулық, бақыт. Енді Байыту фабрикада 755 адам жұмыс істейді. Это жұмыс болса табыс болды, табыс болса денсаулық өтеді. Бәрі Байыту фабрикасының бірлік болсын, тірлік болсын. Қазақстанымыз, Қазақстанымыз өркендей берсін. Бәрі ойлаған мақсатымызды орындай берсін. Осылай жақсы кездесейік, жамандық көрмейік.
Марапатқа лайықталғандарды тізе кетсек, өндірістік қызметтегі жетістіктер мен тау-кен өндірісі кәсіпорнының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан қомақты үлесі үшін Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің 3-ші дәрежелі еңбек даңқы белгісімен газ кесуші Николай Лебедев пен бас корпус флотаторы Гүлшатай Оспанова марапатталды. Ауысым шебері Ғазизат Кенжебековке Жастар болашақ Жастар одағының атынан даңқты жастар медалі табысталды. В 93-м Жнарков приехал сюда. Бұл фабрикаға 2000 жылы дәнекерлеуші болып келдім. Қазір газбен кесуші болып еңбек етудемін. Әр жұмыстың өз қиындығы болады. Еңбегіміз еленіп жатқанына қуаныштымын. Барша әріптестерімді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Өндірісте жылдап еңбек етіп жүргендер де елеусіз қалмады. Фабриканың 70-ге жуық қызметкеріне Қазақмыс холдинг директорлар кеңесі төрағасының, Балқаш Түсінбет бас директорының, Кәсіпқорған кәсіподақ ұйымының, Аманат партиясының және Жастар болашақ Жастар одағының атынан құрмет грамоталары табысталды.